Терминография, теория, практика және даму бағыттары тақырыбындағы республикалық конференцияға қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында басым бағыттың бірі қазақ тілін ғылым тілі ретінде жетілдіру, ал ғылым тілінде терминологияның алатын орны айрықша. Қазақ терминологиясының маңызды бір саласы – терминография. Терминография дегеніміз лексикографияның терминологиялық сөздіктерді құрастыру, ресімдеу және стандарттаумен айналысатын саласы. Қазақ терминологиясын қалыптастыруға Ахмет Байтұрсынұлы бастап, Халел Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Елдес Омарұлы, Мағжан Жұмабаев, Қошке Кемеңгерұлы, Нәзір Төреқұлұлы, Әлімхан Ермеков сынды ғалымдар зор үлес қосты. Алғашқы терминдік сөздік 1927 жылы Қызылордада жарық көрген Нығмет Қаратышқанұлының пән сөздері кітабы және сол кездегі халық ағарту комиссариаты 1931 жылы шығарған атаулар сөздігі. 1940-50 жылдары терминология сөздігі Сәрсен Аманжоловтың редакторлығымен 12 томдық орысша қазақша терминологиялық сөздік жарық көрді. Ал 1960 жылдардан бастап салалық терминология сөздіктері шыға бастады. Қазіргі ұлттық терминографияның үлкен жетістігі 2000 және 2014 жылдары жарық көрген 30-31 томдық қазақша-орысша, орысша-қазақша салалық терминологиялық сөздік. Тәуелсіздік кезеңінде Өмірзақ Айтбайұлы, Байынқол Қалиұлы, Мұхамедия Ахметов, Шерубай Құрманбайұлы, Ербол Әбдірәсілов сияқты белгілі ғалымдар терминографияны арнайы ғылыми зерттеулерге арқау етіп, елеулі үлес қосты. Қазіргі IT-технологиялар мен жасанды интеллект заманында терминография саласының алдына жаңа міндеттер жүктелуде. Сондықтан терминографияның теориялық және практикалық аспектілерін талқылау, оның қазіргі даму бағыттарын анықтау, бұл іске заманауи технологияларды пайдалану мәселесі өзекті болып отыр. Бұл конференция аясында қазіргі электрондық терминография, цифрлық ресурстар, нейрожүйелерді қолдану арқылы кәсіби техникалық және салалық терминологиялық сөздіктерді әзірлеу, терминдерді стандарттау сияқты мәселелердің шешімі табылады деп күтілуде. Ендеше терминографияның теориясын жетілдіріп, практикалық міндеттерін белгілеп, заманауи терминологияның бағыттарын айқындайтын кез келді.